Армысыздар білім мен парасатты серік еткен оқырман қауым. Кітап мектеп қабырғасындағы жай ғана оқу құралы емес, ол тұлға болып қалыптасудың басты баспалдағы. Менің ойымша, кітап оқу адамның қиялын ұштап қана қоймай, ішкі мәдениетті қалыптастыруға, қиын сәтте дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін ең үлкен тәрбиеші. Қазақ әдебиетінің шыны Мұхтар Әуезовтың Абай жолы роман-эпопеясы 4 томнан тұратын ұлттық қазынамыз. Бұл жай ғана роман емес, бұл қазақ халқының тұтас бір ғасырлық өмірінің айнасы, біздің рухани мектебіміз. Менің ең сүйікті кітабымның бірі бұл осы 4 томның ішіндегі Абай жолының 1-ші томы. Ол 7 үлкен белестен тұрады. Менің ойымша, алғашқы қайтқанда тарауында Абайдың балалық аңғалдықпен қоштасып, ересек өмірге аяқ басқаны ерекше суреттеледі. 13 жасар Абай ауылға келгенде әжесі Зере мен анасы Ұлжанды көріп, балаша мәз болып қауышады. Бұл оның әлі де ерке, ақ көңілі бала екенін көрсетеді. Алайда оның көзі қатал әкесі Құнанбайға түскенде, ол бірден бойын жинап алып, ересектерше сөйлей бастайды. Осы бір көрініс Абайдың балалық шағының аяқталып, жауапкершілік әлеміне аяқ басқанын нақты белгіседі. Тура бір ірі істер басталды дегенді меңзегендей. Алайда Абай бойындағы балалықты әбден өлтірген оқиға бұл Қодар мен Қамқаның қасіретті өлімі болды. Жексен атты кейіпкер Қодардың жерін тартып алу үшін оның келіні Қамқа екеуінің арасында бір жақындық бар деп өсек шығарады. Бұны естіген Құнанбай шариғат заңы бойынша екеуін дарғасамыз дейді. Сондықтан жұрт анық-қанығына жетпей жатып, сотсыз үкім шығарып, екеуін атан түйеге байлап, құздан құлатып, таспен атып өлтіреді. Мұхтар Әуезов дәл осы сәтті өте шебер суреттей бастайды. Жиын болып кісі өлтіріп, адам ойына келмеген масқараны өз қолымен орындап келе жатқан жұрт жайбарақат жан-жаққа тарасты дейді. Мұндай көп әлі де бар. Әрине, ешкім-ешкімді таспен атып, құздан құлатпайтын шығар, бірақ сөзбен бауыздайтын, анық-қанығына жетпей жатып, үкім шығаратын, талап тастайтын, жеп қоятын жұрт әлі де бар. Бұл оқиға мені тобырдың соңынан ермей, әрқашан ақиқаттың жағында болуға үйретті. Кітаптың 2-ші және 3-ші бөлімінде ел ішіндегі үлкен тартыс, Құнанбай мен Бөжей араздығы, рулар арасындағы қиян-кескі салғылас сипатталады. Сыртта ерлер арпалысып, ел іші бүлініп жатқанда, мен үшін өнегелі болған бұл бір дүние, бұл Зере мен Ұлжанның Абайға берген салиқалы тәрбиесі болды. Әкесі Бөжейді дұшпан деп таныса да, анасы Ұлжан Абайдың жүрегіне кек емес әділдік дәнін екті. Оның балам, үлкендер бірде тату, бірде араз. Бөжекеңді көрген жерінде сәлеміңді түзу бер. Күндестік күні күндес дегенді сен білмей ақ қойшы. Жамандыққа кім таба алмайды дейсің. Әкең дұшпан десе, сен әділ бол деген сөздері адамгершіліктің биік үлгісі. Осы тәрбие Абайды рушылдықтан биік тұруға және адамды адам ретінде сыйлауға баулыды. Кейін Құнанбай мен Бөжей татуласқаннан кейін Бөжей Зеренің ауылына келгенде Зеренің бір даналығы, өзі жасына қарамай орнынан тұрып, Бөжейдің, яғни баласының жауының алдына шығып, балам, бауырың суып қатыбас болып кетпедің бе? Балам, сен едің де, анан мен емес педім деп Бөжейді құшақтай кететін жері бар. Сондықтан бұл тараулар мен үшін Құнанбайдың қаталдығымен қатар Зере мен Ұлжанның Абай бойына мейірімді ұялата алуы. Абай жолы бұл біздің мәңгілік рухани мұрамыз. Ондағы адамгершілік пен әділдік сабақтары келесі ұрпақ үшін де таптырмас өнеге. Сондықтан мен өз құрдастарымды Абайды оқуға, парасат биігіне ұмтылуға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.